Сәлем баршаға, қалдарыңыз қалай? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көріп отқаныма қуаныштымын. Мен сіздерге бүгін осындай керемет вафлицаның рецептімен бөлісетін боламын. Осындай керемет вафлицаларды өзіміз үйде жасап көрейік. Мен сіздерге толық рецепті қазір салатын боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңызға өте қатты ұнайды. Себебі өте дәмді әрі өте жұмсақ болып пісіп шығады. Толық рецепті описанияға жазып кетемін. Дәл видеода жасасаңыздар, сіздердің де вафлицаларыңыз өте керемет болып шығады. Ең алдымен біз таза ыдысымызға жұмыртқамызды жарамыз. Одан кейін үстіне сахарымызды салып, сахар ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Екеуін жақсылап араластырып, әдейі видеоны тездеткен жоқпын, өйткені сіздерге анық әрі түсінікті болу үшін. Біздің сахарымыз еріді деген кезде бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз, немесе сары майды ерітіп салсаңыздар да болады. Осылай жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне 2 ас қасық қаймақ немесе йогурт салсаңыздар болады. Қаймақ салсаңыздар тіпті керемет болып шығады. Пайыздығы маңызды емес, кез келген қаймақ қолдана берсеңіздер болады. Қаймақты жақсылап араластырып болғаннан кейін біз ұнымызды саламыз және де разрыхитель салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, үстіне бал, яғни әсел салатын боламыз. Егер оны салмасаңыздар да болады, себебі өз қалауларыңыз жай ғана бұл дәм береді. Мінекей біздің массамыз дайын. Осындай қою масса шығуы қажет. Ескертетін жайт, ең алдымен вафлица ыдыстарыңызды жақсылап қыздырып алыңыздар. Сосын осылай үстіне 2 ас қасық немесе одан да көп салсаңыздар болады. Бір тегіс етіп қойсаңыздар да болады, қоймасаңыздар да болады. Осылай жақсылап құйып алғаннан кейін бетін жауып қоямыз. Меніңкі 5-6 минутта пісті. Енді әркімнің беті әртүрлі, әр уақытта пісуі мүмкін. Сол себепті күйіп кетпес үшін 5 минуттан кейін ашып көрсеңіздер болады. Мінекей қыздар, менің вафлим осындай керемет болып пісіп шықты. Дәл осы тестадан менің вафлимнан 8 штук шықты. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Егер одан көп жасайтын болсаңыздар, массасын 2 еселеп көбейте бересіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, ұнаса рецепті сақтап, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.
Менің YouTube каналымда бұдан да басқа керемет рецепттер мен пайдалы ақпараттар бар. Көріп, қолдап, қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, пікіріңізді қалдырып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болғанмен Сана Алтынай. Мені жоғалтып алмас үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздерге апта сайын керемет рецептермен бөлісетін боламын. Мінекей менің өнерім күшті шықты. Жоп-жұмсақ еще. Қараңыздаршы, жоп-жұмсақ. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап балаларыңызды қуантыңыздар.